Good day, children. Now today's new lesson, Olympic Games on pages 10-11. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыз Олимпиадалық ойындар. Кітабымыздың 10-11 бетін ашамыз. Сол беттердегі барлық жаттығуларды менімен бірге орындаңыздар. Exercise 17. Listen, point and repeat and match. Яғни суретпен сөздерді сәйкестендіреміз. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері. Rowing, ескекпен есу. Archery, садақ ату. Fencing, семсерлесу. Handball, gunball. Water polo, су добы. Long jump, ұзаққа секіру. Cycling, велосипед тебу. Gymnastics, гимнастика. Rugby, figure skating, мәнерлеп сырғанау. Бұлар сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы дұрыс нұсқасына қарап жазып алсаңыздар да болады, және де жаңа сөздерді жаттап аламыз. Exercise 18. What sport do they play well? Яғни мына балалар қандай спортты жақсырақ ойнайды, Kelly water polo, Sam cycling, Jenny rugby, Bob gymnastics. Осылай осыған қарап балалар жазып алсаңыздар болады. Study sport. She is a beautiful figure skater. She skates beautifully. Ол әдемі мәнерлеп сырғанаушы. Бұл жерде beautiful сын есімнің рөлін атқарып тұр. She skates beautifully. Ол әдемі сырғанайды. Бұл жерде beautifully деп отырғанымыз үстеудің қызметін атқарып тұр балалар. Яғни сын есімді үстеуге айналдыру үшін ly жалғауын жалғаймыз. Beautiful, beautifully, quickly, slowly деген секілді. Осы ережеге сүйене отырып 19-шы жаттығуды орындаймыз. Choose and complete sentences. Яғни жоғарыдағы тұрған, бокста тұрған сөздерді сөйлемге толықтырып шығуымыз керек. Dana swims very fast. Хан Сұлтан eats his meal slowly. Дания and Ақбота speak English well. His teacher's questions. Sanjar answers quickly. Rabia learns new sport easily. Осыған қарап олар жазып аламыз. Next exercise 20. Talk to the friends. Жаңағы мынау әртүрлі түстегі сөздер тұр ғой, соны үстеуге айналдырып пайдалануымыз керек. Сөйлемдер қойып, сұрақтарға жауап беріп деген секілді досымызбен әңгіме құрастырамыз. Мысалы, what do you do carefully? Сен нені абайлап жасайсың? I do long jump carefully. Мен ұзаққа секіргенді абайлап жасаймын деген секілді балалар, What do you do easily? Сен нені оңай жасайсың? I go cycling easily. Мен велосипед тебуді оңай жасаймын, What do you do badly? Сен нені жаман жасайсың? I play handball badly. Мен гандболды нашар ойнаймын деген секілді. Exercise 21. Let's play дейді. Яғни мына жерде әртүрлі түсте әріптер берілген, сол әріптермен басталатын қандай олимпиадалық ойындарды білесіңдер дейді балалар. Мен сіздерге бүгінгі тақырыптағы өзіміз өткен олимпиадалық ойындарды жазып қойдым. Осыған қарап жазсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңдар балалар.